Өлмейді, халық жыры қартаймайды. Өлетте оны ешкім айта алмайды. Халқының жүрегінде сақталған сұлу жыр ешқашан шайқалмайды деп жырлаған Жамбыл бабамыздың 150 жылдық мерейтойын атап өту жөнінде қабылданып, соған режиссерларға конкурс былайша айтқанда шабыттандырып жол ашты. Сол конкурста қатысқандардың ішінде талантты режиссерлар Қадыр Жетпісбаев, Есімхан Опаев, Жақып Омаров сынды режиссерлармен бірге менің де бағым жанып, сол бәйгеге түстім. Сол бәйгеде бас жүлдені иемденіп, сценарийі жазылып, оның халыққа ұсынылатын 7 ай дайындап халыққа ұсындық. Ол сахналық көрініс шын мәнінде халықтық той болды деп айтуға, халықтың көңілінен шықты деп айтуға бар жағынан мүмкіндік те, бейне көріністік дәлел де бар. Сәулебек, байрақты туымыз желбіреп, егемендік алған кезімізде үлкен тойлар өткізу, сол тойдың бел ортасында жүріп еңбек ету не деген бақыт. Саған үлкен рахмет. Зор денсаулық, творчестволық табыс тілеймін. Қазақстанның бұрынғы мәдениет министрі Мамашев Талғат Асылұлы. Бала күнімде оң тіземде отырып бір сүйіндіріп едің. Енді еліңді еркіндікке, көңілің көкке жеткізіп, тағы да бір сүйіндірдің. Алтай мен Аралда, Жетісу мен Арқан алып жатқан, алтын бесік туған жеріңді аралап шап. Күнге қарай шапсаң, далаңның кеңдігін көресің. Батысқа қарай шапсаң, ұлдарыңның өрлігін көресің. Ат тұяғы тозса да, өмірің тозбасын жүз жаса. Қосағыңмен қосағар, жерің құтты, елің береке бірлікті болсын. Қазақстанның ашық аспанында өзің көтерген көк туың мәңгі желбірей берсін. Ау!